Сабақта davom etemiz. Бүгінгі сабақта алименттің есептелуін көріп шығамыз, яғни айлықтың ұсталуын. Бұның үшін Advanced программадан Chelsea базасын ашамыз. Бардық, Chelsea базасын аштық. Енді бұл жерде алдыңғы сабақта біз айлық есептелеп едік, май айына. Әне соны бір қатар көріп шығайық. Бұның үшін зарплатаға кіреміз. Так, начисление зарплаты. Так, бұл жерде енді сазат етпемен алдыңғы істелген есептелген айлықты көріп шығайық. 31 май, 2 рет басып ашың, бішкінші жағын. Так, әтібай берген болсаңыз, Омар бітішіға, яғни бүйерге 7,5 миллион айлық есептелген. Әне сол 7,5 миллионнан алимент есептелану керек. Енді алименттің есептелануы енді бір балаға 25%, екі балаға 33%, екеуінен көп болса 50% мөлшерінде алимент мөлшері есептелінеді екен. Ал алименттің есептелануы 7,5 миллионнан емес, қолына тиетін пулдан есептелінеді. Яғни КВД-штен, яғни 7,5 миллионнан подоход инепес алынады, КВД-штен, неше процент мөлшерінде алимент есептелетін болса, сол КВД-штен есептелінеді. Қазір бұл жерде алименттің шығынын көп шығамыз. Так, бұл тұра берсін, бұны жауымайман. Так, алимент есептелау үшін. Так, начисление зарплатаны өшіп тастайын. Так, пока мынау ашып тұра берсін. Так, бізге кіреміз, зарплатаны ішіне кіреміз. Исполнительные листы. Соны бір рет басамыз. Так, создать. Так, сотрудник кімнің айлығына сону керек. Так, Омар дедік. Получатель. Алимент алушының атын жазсаңыздан болады, қарасаңыз, алимент деп қойсаңыздан болады. Бізге ориентир общий алимент деген сөздің өзінен бұл жеткілікті. Оны прочие контрагентішін екі рет басамыз, алимент деп жаратып қойыппыз. Жоқ болса создать еттік названиясын жаратып жібереміз. Екі рет басамыз. Так, қайсы дәуірлерде ұстану керек? Біз тек май үшін көре жақпыз. Егер әр айда ұстанатын болса, мұны ашық қалдырамыз. Әр айда алимент өзі автомат тәрізде есептеліне береді. Енді осы жеріне фиксированный суммы деген жеріне қандай мәлімет жазылады. Бір рет басып қояйық. Бұл жерге қайсы уақытта жазылады? Енді алименттің шекараларымен танысып шығамыз. Так. Енді бұл жерде айтып жатыр, мұғдар 7,5 миллион дарамат салығы ұсталынады, қолына тиетін пұлы 6 миллион 600. Әне осыдан есептелінеді. Егер біздер 6 миллион 600-ға бір бала үшін 25% алимент есептелетін болсақ, 6 миллион 600-ның 25% 1 миллион 650 болады. Енді біздерде шекара бар, яғни 26,5% деген бар. Мұрот дегеніміз бар, мұрот енді өзгермелі. Біз енді май айына есептейтін болсақ, 25 жылдың ол уақыттағы мұротымыз 1 миллион 155. Енді 1 миллион 155-ні 26,5%-ке көбейтесіз. Шыққан сумма 306,075 болады. Бұл шекара. Яғни алимент суммасы осы шекара суммасынан аз болмау керек. Егер екі баламен ажырасқан болса, 1 миллион 155-ның 26,5%-нен, яғни 306 шығады, соны 2-ке көбейтесіз, 612 болу керек. Яғни 612-ден төмен болмау керек. Енді бұл шекара қайсы уақытта жазылады? Егер сіз қолына тиетін бұлдан 25% есептелген уақытта бір бала үшін, мысалы, мына жер 306 деп алып, бізде 300 болып қалса, яғни екі бала есептелген уақытта біздердің есептелгеніміз, яғни 33% 600 болып қалса, біз енді мына шекара сумманы алуға тура келеді. Яғни мен бір баланы ориентирлатын болсам, 306,075 деп жатыр, мен не аламан? Advanced программада осы жерге жазамыз 306,075 деп. Егер шекараға жетпей қалса, есептелген 25% КВД-штің. Ал егер бізде 25% 1 миллион 650 деп жатыр, шекарадан өтіп тұрды, соның үшін біз фиксированияға жазбаймыз. Яғни КВД-штің 25%, яғни 1 миллион 650-ді төлеуге тура келеді. Значит, оның үшін біздер берге жазбаймыз, процентін қоямыз. Осы жерге неше процент мөлшерінде? 25 болса 25, 33 болса 33, 50 болса 50. Біз енді бір балаға есептеледі, соның үшін 25 қоямыз. Так. Учитывать количество детейге басамыз. И количество детей деген жерге міне 1 деген қоясыз.
Егер 2 бала болса 33%, мына жерге 2 деген цифрді қойыңыз. Мұрат 26% өзі автомат шығады екен. Так, енді бүгінгі күнге келіп алименттің мудар қанша болады, онан бір қатар көріп шығайық. Бүгінгі күнге келіп 1.271.000, міне. Яғни 1.271.000-дің 26,5 еселенгені бір бала үшін 336.815-ден тура келеді, а 2 бала үшін 373.630 сомнан тура келеді. Егер шекара есепталған 25%-іміз сол шекарадан төмен болса, сол суммаларды алып кетуге тура келеді. Енді біз заданиямызда 7,5 миллион, қолына тетін 6 миллион 600, 25%-і 1.650, соңшы шекарадан өткен үшін біз фиксерім емес, сол 1.650-ді алып кетеміз. Яғни оны программа өзі есеплайды. Датасы, так, бірінші май дедік, мына ерінен тұрлап кетейік. Так, айдың ақырын қойсаңыз болады бұл жерге. Осы бірінші май, 25, бірінші май. Енді ашық қалдырған болсаңыз, әр айда өзі автомат есептана береді. Егер датасын жазып кетсеңіз, бұл жерге тек сол ай есептанады. Давайте бізде 31.05.25 деп кетіп аяқ. Так, ұстақлетті қалдырамыз и провести закрытті басамыз. Так, енді исполнительный симан керек емес. Так, зарплатаға кірдім, не, тұрды. Размерде удержание шығу керек, заполнитті басам шене. 1.650.000 мне шықты. Подоход социальный доход жоқ, ол қадымғыдай өзінің есебімен есептана береді. Так, провести закрытті басамыз. Так, отчетный отвор береміз, отчеты. Оборотный сальдо ведоміз. Так, датасы 01.05.25, 31.05.25 деп жазып алың, егер жазылмаса, и сформировать басамыз. Так, енді біздердің алиментіміз қайсы счетта жүреді? 69.80. 1.650.000. Енді осы сумманы төлеу жағынан көріп шығайық. Бұның үшін банкке барамыз. Банковская выписка. Так, күтеміз. Списание. Так, оплату поставщика өзгертумен прочее списание. Егер шықпаса, показать все. И ішінен прочее списанияны таңдаймыз. Так, прочее списание кетті. Так, 31.05.25. Получатель. Бұл өзім үшін алимент. Егер шықпаса, показать все дейміз да. Прочее контрагентің ішінен алиментті таңдайсыз. Сумма 1.650.000. Так, счет пана осыда 69.80 деген счетта жүреді. Соны таңдаймыз. 69.80-де бар. Так, провести закрытті басамыз. Кетті. Так, банковский выписканы өшіремен. Осыға қараймын. 69.80 счетта мына қарыздарды қамау керек. О, не 69.80 счетында міне қарыздарлық жоқ. Біздердің төлеп беретін. Так, жауып тастаймыз. Осымен сабақты жұмақлаймыз.